Ал бастайық. Өткенде біз осы жерге келіп тоқтадық па? Жаңағы контекст нелерге қарап, иә? Көп жауаптыларға, иә? Так. 26-шы есеп. Так, бұл жердегі контекст енді мынау не болыпты? Конус болып келіпті. Жалпы біз конусқа байланысты нелерді, формулаларды бір еске түсіріп алайық деп айтты, иә? Абзал, қандай формулаларды білесің конусқа байланысты? Бүйір бетінің ауданы PRL. Дұрыс. Сосын оның астына табанның кругтың несі ауданы PR квадрат. Сосын көлемі 3/1 PR квадрат па? PRH квадрат. Молодец. Бәрін дұрыс айтып шықтың. PRL деп айтамыз, мынаны біреу үлкен әріппен L-ді кішкентай әріппен белгілей береді. Разница жоқ. Бірақ L деген мағынасы мынау жасаушысы. Яғни конустың мынау шеті бар ғой, мына жердегі, либо мына жердегі деген сияқты. Соның несі? Табанмен түйіскендегі ұзындығын айтамыз. Бүйір беті деген осы. Мынау бүйір беті деген айналып шыққандағы дененің несі? Ауданы. Және S табан деген бар. Табанын көріп тұрсыңдар, ол дөңгелек мынандай, иә? Соның ауданы PR квадрат. Ал көлемі деген бар, қалай болды жаңа, Абзал? 3/1 PR квадрат L ма H? Дұрыс. PR квадрат кімді аласың? H-ті аласың, яғни H-ті аласың. Ұзындық, биіктікті аласың. Биіктік. Иә? Биіктікті аласың. Жалпы, осы үш формуланы қазір біз не істейтін боламыз? Пайдаланатын боламыз. Жақсы. Айтады, бастайық. Арман өз туған күніне мектептегі достарын шақырмақшы болды. Олар Аружан, Айша, Даниял және Мирас. Ол өзіне және достарына конус пішінді, биіктігі 12, радиусы 2 болатын бас киім жасады. Бас киімді дайындауға керек заттар деп жазып қойыпты астында. Аға, экраныңыз көрінбей отыр. Көрінбей тұр ма? Мен енді жазам. Көрініп тұр ағай. Бәсе. Так, сөйтіп айтады, конустың табанының ауданын тап дейді. Табанның ауданын қалай табатын едік жаңа? P квадрат S. PR квадрат. PR квадрат. P деген 3-ке тең екен. Жазып қоя берейін. R деген неше деп айттық жаңа? 5. 5 көбейту 5. Тең болады нешеге? Жауап 75 болады сонда, иә? D жауабы болады екен. Келесі, конустың несі? Бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетінің ауданын қалай таптық жаңа? PRL. PRL, иә? P бар бізде, R бар, L бар ма? L бар ма, жоқ па? Бермеген екен L-ді. Яғни L деп тұрған ол мынандай, иә? Мынадай асты шеңбер немесе дөңгелек деп айтамыз. Былай. Мынау конус, бас киім. Соның радиусы мына жер. Радиусы. Биіктігі мына жер. Дұрыс па? Биіктік мынау H, мынау R. Кім? L жоқ міне біздегі L. Осы L-ді табу үшін не істейміз? Қандай нені қолданамыз? Ережені кім біледі? Пифагор деген жақсы не бар? Формула бар, иә? Мына H-тың квадратын қосамыз кімге? R-дің квадратына. Сөйтіп, одан не аламыз? Түбір алады екенбіз. H-тың квадраты қанша? 12-нің квадраты қосылған 5-тің квадраты. Так, 144-ке 5-ті қоссаң, 25-ті қоссаң, 169 болады. 13-тің квадраты. Түбірі неше болып шығады? 13. Получается, біздің
жасаушымыз 13-ке тең. L 13-ке тең. Сонда мына L-ді тауып алдық. Енді P деген 3-ке тең, R деген 5-ке тең ғой. L-ді табу үшін не істейміз? 13 деп таптық па жаңа? 13 деп таптық. Осыны есептеп жүре қойыңдаршы, кәне. Қолдарында калькулятор бар. Неше шығады айта қойыңдар. 195. 195 па? Сендерге сене берейік. Жауап 195 екен. Қиыншылық жоқ, иә? Так, жақсы, енді келесі. Егер бас киімнің биіктігі мен радиусын 3 сантиметрге арттырса, бүйір беті қаншалықты артады? Яғни бүйір беті керек. Формуласы қалай дедік? PRL дедік па? PRL. Сөйтіп, ABCD-ның бәрін қарап шықтыңдар, ішінде не бар? P бар. Онда біз P-ді ашпай ақ қояйық осы жерде. RL-ді аша берейік. RL дегеніміз қанша? Радиусы қанша еді жаңа? 5 па? Жасаушысы 13. Соны көбейтеміз P-ге. Бұл басында болсын. Басындағы осындай біздің неміз ауданымыз. Енді биіктікті 3-ке арттырса, биіктік артып кетті, радиус 3-ке артып кетті. Жақсы. Тағы да S бүйір бетінің екіншісін табамыз уже. Радиусы 5 еді, ол 3-ке артып кетті. Онда не болады? 8 болады, иә? Көбейтілген P бар, бірақ кім жоқ? L жоқ. L жоқ. Оны табу үшін не істейміз? Тағы да жаңағы мына Пифагорға барасыңдар да, мен оны көк жазумен мына жерге жаза берсем болатын шығар, иә? H-тың квадраты деген Ой, ағай, неде белгілі жазып кеткен жоқ па? Ау? Белгілі жазып кеткен жоқ па? Радиусы мен биіктігі 3-ке артса тұрған жоқ па? Бірге. Биіктігін де арттырасың, радиусын да арттырасың. Биіктігі мен радиусы 3 сантиметрге артса, бүйір беті қаншалықты артады дейді да. Біз артқанын табу үшін, разницаны табу үшін бастапқысы және соңғысы міндетті түрде білуіміз керек та. Біз қазір мынау бастапқысын ғана біліп тұрмыз, соңғысы жоқ бізде. Енді соңғысын тауып алсақ, әрі қарай есептің жауабын табу оңай болады. H деген 12 еді ғой, 12-ге нешені қосасыңдар дейді? 3-ті қосасын, ол 15-тің квадраты болып кетеді уже, дұрыс па? Қосылған. 5 еді мынау, ол не болып кетеді? 8 болып кетеді. 15-тің квадраты 225 болады. 225-ке 64-ті қоссаңдар, 225-ке 8-дің квадраты 64 болады. Қоссаңдар, мынау 9, мынау 8, 289 болады екен. Сонда түбір астында 289. Енді сұрақ, 289 қандай санның квадраты болуы мүмкін? Түбір таба қойыңдаршы, қаншаға тең дейді? 289 қаншаға тең түбірі? Абдыбек, барсың ба? 17-ге. 17 ма? 17 дейді, иә? 17-ге, 17-ге қай? Қараңдар. 17 болады екен. Иә, 17. Соңғысын таптық. Енді соны алып келіп, мына жерге не істей қоямыз? Жаза қоямыз. Көбейту 17. Енді 17-ні 8-ге көбейтіңдерші. Мен мұнан жазып қоя берейін. Мынау 65 пи болады екен. Так, 17-ні 8-ге көбейтсеңіз 136 болады ғой. қанша? 136. 136 пи. 136. Мынаның екеуінің разницасы қанша болып тұр? Екеуін ұзатпаймыз ба? Иә, екеуінің басында 65 болып тұр еді, соңында 136 пи болып кетті. Разница қанша? Яғни қаншаға артық болып тұр? 2 есеп. Жауап 71-ге. В болады ағай. Иә. В болады ағай. Болып тұр, молодцы. Осы түсінікті ма? Сонда бүйір беті қаншалықты артық десе, бастапқы мен соңғыны міндетті түрде табу керексіңдер да. Егер оны таба алмасаңдар, біздің есеп не істемейді? Шықпайды. Жақсы, 29-шы есепке келе берейік. Бас киімнің шетінен 1 сантиметр болатын жылтыр лентамен сәндеу керек дейді. Лентаның ұзындығын табыңыз дейді. Енді біз бас киім қай жерге келіп тұр? Мынау ғой, мен қазір оны қай түспен жасам анық көрінеді сендерге. Көкке қайсысы түседі? Қызыл ма? Міне. Жасыл. Көрдіңдер ма? Ұзындық деп осыны айтып тұр.
Бұл негізінде не еді? Мынадай бір лента еді. Мынадай бір лента еді. Осыны не істейді? Дөңгелектеп бүйтіп дөңгелетеді. қоршап шығады. Сонда мына лентаның қазір несі бар? Ұзындығы бар. Ол лентаның ұзындығы мынаны беріп тұр да, міне. Бұның ұзындығын қалай 2 пр. табамыз? Бұл шеңбердің ұзындығы, иә, 2 пр. Түсінікті ма? 2 пр. Енді әрі қарай не істейміз? R-ді білеміз біз, R нешеге тең еді? 5-ке тең. Получается, мен бір адамға жасайтын ұзындықты табу үшін, бас киімін сәндеу үшін. С тең 2 көбейтілген P дегенім қанша? Және R дегенім қанша? Соны тауып алуым керек. 2 көбейту P деген 3 қой, қателеспесем 3 деп берген, R деген 5. Қанша болады? Иә, 3. 30 ба? Сонда қараңдар. 30. Бізге бір 30. бас киімді лентамен не қылу үшін, шетін сәндеу үшін 30 сантиметр керек екен бір бас киімге. Енді біз мынаған бір назар аударайық. Ондай жауап жоқ қой, 30-ға деген мына жерге жауап жоқ. Оны табу үшін сонда мына жаққа назар аударады екенбіз. Неше бас киім істеу керек еді ол? Аружанға, Айшаға, 5. Даниялға, Мирасқа. 4 адамға. 4-ке көбейтемін. 4 көбейту 30 десек, 120 шығу керек, бірақ ол да жоқ. 120. Қандай қате 120. жіберіп тұрмын мен мына жерде? Нені ескермей тұрмын? Еніне 1 сантиметр болатын жолдар. Ол да Ұзындығын беріп тұр ол. бірақ Нені арман қатысымыз? өзіне бас киім Ұзын. кимеуі мүмкін бе? Қалай ойлайсыңдар? 4 досына беріп өзіне бермеуі мүмкін бе? Сендер мысалы туған күн болса барлық досты қамтуға тырысамыз ғой, дұрыс па? Сонда біз неше бас киім тігуіміз керек? 5 бас киім тігуіміз керек та, сәндеуіміз керек. Ол Арман, Аружан, Айша, Даниял, Мирас. Осы түсінікті ме? Сонда бізде мынау 30 дегенді 5 дана бас киім болғандықтан 5 көбейту не дейміз? 30 дейміз. Жауап 150. 150 сантиметр болу керек екен да. Сонда осы түсінікті ме? Иә. Жақсы. Келесі 30-шы есеп. Егер стакан мен бас киім бірдей көлемде болса, бір стаканға қанша су сиятынын анықтаңыз. Нені айтып тұр мына жерде? Көлем. Көлемнің формуласын жазайық онда. 3-тен 1 қалай еді? Пи H. R квадрат бар. RH. Көбейту H. Енді 3-тен 1-дің өзін жазамын. Пи деген 3-ке тең деп берген ғой. Жазамын оны. R-дің квадраты. R қанша еді? 5 педі. 5-тің квадраты көбейтілген. H қанша еді? 12 ме? 12, қателеспесем. Мынау қысқарады. 5-тің квадраты 25 көбейтілген 12. Көбейте қойыңдар, мынаны қанша болады? 300 бола ма? Так. Сонда көлемі 300. Иә. А жауабында тұр екен. Қиындық тудырып атқан есеп бар ма? Көрдіңдер ме мына контекстте? Жоқ. Жоқ, тек конустың несін, формуласын білуіміз керек болды да. Егер формуланы білмесек, мына неден контексттен жақсы бал алмауымыз мүмкін да. Жақсы, мынаны аяқтадық. Келесі. 31-ші есеп, квадраттық функция мына түрде берілген. X минус 2-ның квадраты минус 1 парабола төбесінің координаталары. Функцияның нөлдері және оның мәндерін сәйкестендіріңіз дейді. Мынау білесіңдер, x квадрат деп келсе, ол парабола болады. Біз параболаны табуымыз керек. Бірінші, функцияның нөлдерін табу керек депті. Жақсы. Абзал, функцияның нөлдері деген не? X-ің нөлге тең нелері. Мәндері ма? Точкалары. Дұрыс. Бірақ кішкене толықтыру енгізіп жіберейін сенің айтқаныңа. Функция деп тұр ғой. Бізде функциямызна y қой. Осы 0 болу керек, көрдіңіз ма? Сонда не істейміз? Функцияны 0-ге теңестіреміз. Міне, x минус 2-ның квадраты азайтылған 1 бар ғой. Осы 0-ге тең болу керек та? Түсінікті ма? Енді әрі қарай сонда x минус 2-ның квадраты не ғой мынау? 1-ге тең болу керек деген сөз сонда, дұрыс па? Біз деген 1-ден 1 дасақ қандай ғана 0-ге тең болады.
Енді мынадан қанша теңдеу шығады? Қандай санның квадраты бірге тең болады? Екі сандікі бар. Ол бірдікі және минус бірдікі. Бірінші, x минус 2 тең 1 дейміз. Онда x-ің 3 болу керек, дұрыс па? Иә. Біз функцияның уже нөлін тауып алдық қой. Қай жерде нөлге айналатынын, 3 деген нүктеде айналады екен. Мына ABCD-ның ішін қарасаң, 3 біреу ақ. Онда сен мынаны не істей бересің? Бір жауапты қылып Белгілей белгілей береміз. бересің. Еще бұл 1b деп сәйкестендіреміз, иә? Екіншісін енді айта салайын, ол да артық етпес. Екіншісі ол минус 1-ге тең болуы мүмкін, иә, мына жақшаның ішіндегі өрнек. Ал бұл жерден тең болады x тең 1. Осыны түсіндік па? Біз қазір 2 балдың 1 балын алып тұрмыз. Жартысын алдық. Мен онда мынаны өшіріп, келесі функцияның несіне көшейін? Параболаның төбесіне көшейін. Қарсы емессіңдер ғой, да? Так, Диляра, саған біздің даусымыз естіліп жатыр ма? Саламатсыз ба, иә. Так, келесі аптадан келесің ғой сен, Диляра, иә? Аха. Өткен бір аптаға сұранды деп жатқан. Так, енді параболаның төбесі деген не? Бір жазайық, мынау әдемі келіп тұр екен. Y тең x минус x0-дің квадраты плюс y0 деп қояйын. Осы жерде біз коэффициент 1-ге тең ғой енді. Мынадай нәрсе айта аламыз. Енді бәрің білесіңдер, оны мен айтып жүрген нәрсе параболада. Төбесін табу үшін x0 және y0 нүктесінде қабылдайды деп айтамыз, иә? Сол жердегі мынау x0-іміз және y0-іміз параболаның несі деп аталады? Төбесі деп аталады. Жақсы, осы жерде x0 нешеге тең көрініп тұр өзі? x0 нешеге тең деп тұр? 2. 2 мен минус 1. Иә, Екі мен x0 минус 2 бір. ғой. x0 2 мына жерден. Мынау минус болып тұр. Онда ол дұрыс болып тұр. Онда мына x0-ің 2-ге тең да сенің. Енді y0-ді 1 деп шатаспаймыз. Себебі y0 мына жақта плюс таңбамен тұру керек еді ғой. Мынау y0 болады да. Минус 1. Сонда 2. Бірінші біз x-ті жазамыз. 2-де минус 1. Ол қай жауап? С жауап, е? Сонда 1-дің жауабы b болса, 2-ның жауабы с болады деген сөзді міне. Осы түсінікті ма? Жақсы, так. Әбдібек, қалайсың? Даусымыз естіліп тұрма саған? Біздің Әбдібек деген бар ма? Так, жақсы. Келесі. Радиусы 6 болатын шеңбер сырттай мынадай тең бүйірлі трапеция дейді, иә? Трапецияның бүйір қабырғасы 13, трапецияның орта сызығы мен биіктігінің мәндері жатқан аралық. Так, жақсы, мен онда сыза берейін, трапецияны. Трапецияның ішіне шеңбер сызылған ғой. Осындай біздің трапециямыз бар екен. И соған шеңбер сызылған екен. Опа. Енді бүйір қабырғасы 13 деді ғой. Онда ол мына қабырғасы да 13 болады деп айтамыз. Неге? Себебі тең бүйірлі деп айтып тұр, иә? Тең бүйірлі деп айтып тұрғандықтан. Енді қараңдар сендерге. Мынау жалпы математиктер көбі айта бермейтін, даже білмейтін бір теория бар, маңызды. Жаттап алсаңдар өте жақсы. Мына жерде қазір бірінші сұраққа өте жеңіл, тез жауап береміз де. Жалпы шеңберге сырттай төртбұрыш сызу үшін, либо кез келген төртбұрышқа іштей шеңбер сызу үшін, оның қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы тең болу керек. Мынау кіші табаны, мынау үлкен табаны болса, онда А қосу Б тең болу керек. Неге?
13 қосу 13-ке. Осыны білсеңдер өте жақсы, кейде көп көмектеседі. Пифагорға кіріп жүрмейсіңдер де. Сонда А қосу Б-ның қосындысы неше деген сөз? 13-ке қосылса. 26. Я? А қосу Б. Ал бұл неге керек бізге? Не үшін мен бұны істеп жатырмын? Орта сызықты табу үшін. Орта сызығы дегеніміз не еді? L орта сызық деп қояйын. Ол деген А қосу Б-ны бөлесің неге? Екіге. А қосу Б-ны екіге бөлу керек. Сонда орта сызық табу үшін қосындысы 26 ғой. Я? Екіге бөліп тастасақ 13. Демек, трапецияның орта сызығы қай жерде тұр? 7 мен 12-ның арасында жоқ, 6 мен 10-ның арасында жоқ, 14 пен 16-ның арасында жоқ. Единственный мынада ғана тұр да. Демек, бірдің жауабы Д болу керек. Енді трапецияның несіне келеміз? Биіктігіне келеміз. Осы түсінікті ме? Немес па, кез келген жағы заттың Аха. биіктігі шеңбердің диаметріне тең емес па? Биіктігі шеңбердің диаметріне тең. Өте керемет, дұрыс. Өте керемет. Дәл сол. Енді биіктікті қалай табамыз? Вот проблема. Бізге Абзал шешімін айтып берді. Мынау диаметрді тапсаң, мен қатесізді мына жерде. Мына диаметрді тапсаңдар, сол сенің нең болып тұр? Биіктігің болып тұр. Ал диаметрің ол 2 радиус. 2 радиус. Демек, 2 радиусың сенің 12. 2-ке көбейтіп жүрсеңдер, есеп тапса табу үшін. 6 көбейту 12 тең болады. Неге? Ой, 6 көбейту 2. 6 көбейту 12 деп қойған сендерді шатастырып. Бұл 12-ке тең. Демек, мына жақтан 12 деген жауап мынада жоқ. Мынада жоқ. Мынада ғана бар. Демек, 2-ның жауабы А болу керек те. Түсіндік пе? Екеуі де қиын немен шыққан жоқ. Оңай жауаппен шыға. Диаметрді таба қойдық. Орта сызықты не істей қойдық? Таба қойдық. 32-ші есепте. Так, жақсы. Келесі 30 нешінші есеп? 33-ші есеп. Так. 2 натурал сан берілген, n m-нен артық қатынасы 3-ке тең, квадраттарының қосындысы, олардың қосындысына қатынасы 5-ке тең. Олардың мәні жатқан аралық. Так, енді мынау шынымен жауаппен қуалайтын болсаңдар, мүмкін емес есеп, я? Жауаппен қуалайтын кезде келе қоймайды, таба қоймаймыз бірге. Так, оны шығару үшін міндетті түрде біз қатынасты жазуымыз керек те. n мыдан үлкен деп тұр ғой. Онда сен n-ді m-ге бөлсең не шығады деп тұр? 3 шығады деп тұр. Допустим, n 12 болса, m 4 деген сияқты. Осы түсінікті ме? Мен бұны бірақ мынадай қылып ғана жазамын да, бөлшекпен жазайын. Келесі квадраттарының қосындысы. Получается, n-нің квадраты қосылған кім? m-нің квадраты. Олардың қосындысына қатынасы. Дұрыс, бөлінген n қосылған m, я? Тең нешеге? 5-ке. Енді бізде 2 теңдеу шықты, қараңдар. n деген мына жерде тұр, және мына жерде тұр. Осы 2 теңдеуді біз не істеу керекпіз? Байланыстыруымыз керек. Енді мына жерде n-ді m-ге бөлсең 3 шықса, онда мен n-ді түрлендіріп алайын, мына жерден 3 көбейту м қылып, я? Мұны 3-ке көбейтіп жібер. Осылай істеуіме болады ғой, получается. Сөйтіп, осыны тауып алғанымызды мына жерге не істей қоямыз? Келтіре қоямыз. n-нің орнына, яғни n-ді квадратта дейді мына жерде. Онда n-ді квадратта десе, мен мынаны не істеу керекпін? Квадраттауым керек. 3-тің квадраты 9, m-нің квадраты m квадрат. 9m квадрат қосылған m квадрат. Я? Мен мынаның орнына жаздым міне. Сосын астына, мынау 4 қой.
Ой, 3m ғой. 3m'ді 1m'ге қосып жіберсең, онда 4m деп жазбас бұрын сендерге оны көрсетейінші мен. Осы сияқты 3m қосылған m тең болады 5-ке. Мынаны қосып жіберсең 10m астына 4m тең 5-ке. Енді екі жақты не істейміз? Шығарамыз теңдеуімізді. Мен дальше былай сыйғанша жазып кете беремін. Так, 10m квадрат тең қаншаға? 20-ға, иә? 20m. 20. Бұл жерден m нешеге тең болуы мүмкін? m тең 0, либо m квадрат екі жақты да m-ге бөліп жіберсек, қанша анау? 2. m квадрат тең 2m шығады, иә? Ол жерден m тең қанша? 2 деп. M тең 2. Осы жерде сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ болса, біз әлі есепті толық аяқтағанымыз жоқ, аяқтап жіберей қояйық. Так, m-нің қайсысын аламыз енді? 0-ді ма, 2-ні ма? Кім айтады? 0-ді алайық па, 2-ні алайық па? Нұрдәулет. Бір алған дұрыс ау? Ой, жоқ. Ол 2 мен 0-дің арасында деп тұрған жоқ. Просто либо 0 болады, либо 2 болады деп тұр. 0-ді алмаймыз. Себеп ол Әрқайсысын орнына қойып шықпаймыз. натурал сан болу керек. Ал бізде 0 натурал сан емес. Онда m 2. Осы жерден n-ді тапсаңдар, 2 көбейту не? 3 тең 6. Енді біз сәйкестендірейік. Мен мына жерге астына жаза қояйын, иә? 1 n-ді тап дейді. n деген 2 болды ғой. Ой, n деген 6 болды ғой. 6 деген қайсы аралықта? B-да емес, S-да емес, D-да. Дұрыс па? 1-дің жауабы кімге сәйкес болу керек? D-ға. Ал 2-нің жауабы m тең 2 деді ғой. Ол A-да ғана тұр, иә? Осы жерде мына шекаралардағы разницаны білесіңдер ғой, мына жерде жай жақса болса ол саналмайды жауапқа, ал тік жақша болса ол жауапқа саналады. Так, келесі. Мен мынаны өшіріп, онда 34-ке көше берейін. Мынау геометриялық прогрессия, иә? Так, геометриялық прогрессияға байланысты қандай формулалар бар еді? Кімнің есінде? BN деп жазып қойып, мына жерде. BN-ді геометриялық прогрессияда қалай табушы едік? Кім айтады? Диляра, Нұрдәулет, Абзал. BN минус 1 көбейтілген Q. Қалай? BN минус 1 көбейтілген еселікке Q. Өте күшті. BN минус 1 көбейтілген Q-ға. Немесе универсал формула, мынаны пайдалансақ жақсы, B1 көбейту Q-дің n минус 1 дәрежесі. Яғни, B3 деп жазып тұр ғой мына жерде. Мен B3-ті табу үшін B1-ді көбейтуім керек Q-дің несіне 3 азайту 1 квадратына. Түсінді ме? Онда B6-ны табу үшін не істеймін мен? B1-ді көбейтемін неге? Q-дің Сізде 3 берілген ғой. Не, 3-ті жаздық, міне 3-ті жаздық. Енді 6-ны қалды ғой. 6-ны азайтты. Q-дің қанша дәрежесі болады? 5 дәрежесі. Осы екеуін қараңдар енді. B1 мынада да бар, мынада да бар.
Мынада да q бар, мынада да q бар. Демек екеуінде көбейтіліп тұрғандықтан көбейтуге керамал бөлу. Біз екі жақты да не істеп жібереміз? Бөліп жібере қоямыз. Мынау 10-ға тең, мынау 80-ге тең. Енді екеуін бөліп жіберсек қазір не шығады? 8 шығады, дұрыс па? Бірақ мынау мен мынау қысқарып кетеді деп айтамыз. Q-дің 5 дәрежесі, Q-дің квадраты. Минус 3 дәрежесі. Бөлсеңдер, сонда Q-дің 3 дәрежесі қалады, дұрыс па? Бөлген кезде дәрежелер азайтады ғой, 5-тен 2-ні азайтасың. Тең 8-ге, 80-ді біз мына жаққа бөліп жатырмыз. 80-ді 10-ға бөле қойсаң 8 шығады. Кімнің кубы 8-ге тең? Ол әрине 2-нің. 2-нің. Получается, Q тең 2. Бірақ бізге бұл әлі не емес? Толық жауапқа жауап емес. Бұл есепке толық жауап емес. Бізге нені сұрап тұр? S5-ті сұрап тұр. И еще 19 көбейту B1-ді сұрап тұр. Онда сен B1-ді полибом табу керексің деген сөзді. B1-ді тап десе не істейміз енді? Мынаны пайдаланасың, либо B6-ны пайдаланасың. Мен қайсысын пайдаланайық? Айта қойыңдар. B3 жақынырақ қой. B3 жақынырақ болса, B3-ті пайдаланайық. B3-ті табу үшін мен B1 көбейту. Q-дің квадраты болу керек еді. Q-дің квадраты деген сөз 2-нің квадраты ғой. Ол нешеге тең? 4-ке тең. Тең болады нешеге? 10-ға. B1-ді табу үшін онда сен 10-ды 4-ке бөліп жібересің. 2,5. 2,5. Міне, мына 67-де жарым деп шығып тұрғанның бәрі сол себептен де. Түсінікті ма? Енді біз екіншінің жауабын бірден таба аламыз уже. 19-ды көбейтеміз қаншаға? 2,5-ға. 19-ды 2,5-ға көбейте қойыңдаршы, қанша шығады? Так. 47. 47 жарым шығар, я? 47 жарым. Онда 47 жарым. 2-нің жауабы не болады деген сөз? С болады деген сөз, я? Енді бірге барайық. Бірді табу үшін мен S-тің формуласын пайдалану керекпін да. S-тің формуласын пайдалану үшін S5-ті. Қай формуланы пайдаланамын? Қандай не формула бар мына жерде? B1 көбейтілген жақшаның ішінде Q азайтылған 1, бөлінген Q азайтылған 1. Дұрыс. Q-дің 5 дәрежесі азайту 1, сосын Q азайту 1, я? Біздің формуламыз осылай есептелінеді қазір. B1-іміз қаншаға тең онда? B1 2,5. Q нешеге тең еді? 2 ма? 2 ғой. 2-нің 5 дәрежесі қанша? 32 азайту 1. 31. Соны мен 2 азайту 1-ге бөлуім керек. 31 көбейту 2,5 ғой, получается. Сонда біз 31 көбейту 2,5-ымыз қанша болады? Есептей қойсам. 77 жарым шыға ма? Онда 1-дің жауабы не? Бізде D. Осындай сәйкестікті орнатамыз. Біз 1 балды алдық, мынағанда 1 бал алдық, уже 2 балымызды ала қойдық та. Так, жақсы. Енді мен бүгін сабақты жай жүргізіп жатырмын, көріп отырсыңдар, я? Тез-тез айтсақ та болушы еді. Так, 35-ке келіп қалыппыз. Давайте. Мына жерде квадрат ішінде 4 бұрыш ауданы деп тұр. Ой, 4 бұрыш деп тұр. Квадрат деп отқан получается мынау ғой. А қосу Б және А қосу Б және А қосу Б. Осы квадрат бар, соның ішінде кім? 4 бұрыш бар дейді. Мына 4 бұрыштың ауданын сұрап тұр ғой. Бірінші. Сосын екінші айтады, квадраттың ішіндегі 3 бұрыштардың аудандарының қосындысы. Мәселе. Так, біз былай қалай шығарамыз енді мынаны? Қандай идея бар? Кімде қандай идея бар? Тілдің әріптері беріп қойды мынаны еще. А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат дейміз да. Ішкі аудан сонда жаңағы А мен Б-ның квадраттарының қосындысы. Бірінші сонда не? С. Аха. Так. Дұрыс. Ол 2-ға түбір некесі. Аха, жақсы. Абзалдың ойын түсіндіңдер ме? Абзал айтады, мына А квадрат пен Б квадратты қоссаңдар, 90 градус болып тұр ғой мына жер. Онда мына іштегі ненің 4 бұрыштың қабырғасы шығады дейді. Ол кім болады? Түбір астында
а квадрат қосу б квадрат дейді. Осылай дейді. Келесі, мына қабырғаны табайық дейді. б квадратқа оны табу үшін а квадратты қосасың. Тура ол бәрібір не береді? Осының өзін береді. Түбір астында а Соны төртеу квадрат қосу б квадратты береді дейді. Сөйтіп, не істейміз дейді әрі қарай енді. Мынау тіктөртбұрыш Екеуін болды ғой көбейтеміз. ішіндегісі. Осы екеуін көбейтесің дейді да. S1 деп қояйын, біріншіні тауып жатырмыз. Тең болады түбір астында а квадрат қосу б квадратты көбейту керекпін. Түбір астында а квадрат қосу б квадратқа. Түбір мен түбір қысқарып кетеді да, кім ғана қала қояды? А квадрат плюс b квадрат. Значит, бірдің жауабы с деп айтып тұр міне. Біз уже бір балл алып тұрмыз. Енді келесі 2 S2 деп қояйын. Квадрат ішіндегі үш бұрыштардың аудандарының қосындысы. Үш бұрыш деп отқан мынау ғой жаңағы сол. Оның ауданын қалай табамыз? А-ны b-ға көбейтеміз, бөлеміз нешеге? 2-ге. Енді үш бұрыш деген төрт бұрыштың жартысы. Бірақ ондай нешеу сендерде? Біреу, екеу, үшеу, төртеу ғой. Сен онда осыны төртке көбейту керексің да. Мынаны мынаған бөліп жіберсең 2 2ab. Ол d деген жауапта тұр екен. Так, демек 2-ның жауабы d. 2 алдыдан естедік үш алдық. Сұрақ бар ма? Әбдібек, түсіндің ба? Вроде түсіндім. Так, келесі онда 36-ны шығарайық па, шығармай қояйық па? Не дейсіңдер, жігіттер, қыздар? Шығарайық десеңдер, шығарамыз. Даусымен сілтеп. Шығара берейік па, жақсы. Енді мына жерде мынау көбейтеміз, я? 3-ті 2-де 1-ге көбейтсең, 6-да 3x болады, я? Қосылады, мынаны да көбейту керек. 3 болады, 3-ке бөлінеді. Азайтылған 1,5. Мынаны енді азайту 4x, азайту 6-да 2 десем, мен қандай қате жібердім, кім біледі? Мен мына жерде бір нәрседен қателесіп кеттім. Кім біледі? Кім көріп қойды қатемді? Оқушылардың бәрі осылай істейді еще. По идее, 1,5-ті неге көбей... жоқ. Яғни плюс 4x болу керек, плюс 4x болу керек. Плюс 4x болады. Себебі мына минус пен, мынау минус плюс болып кетеді. Осыны көп оқушы жасайды, почти 90% оқушы жасайды ше. Енді x-тің орнына нені жазып шығам? 1-ді жазып шығам. Ол өзім береді деген сөз ғой. Онда жай ғана мен мынаның x-тің орнына мәнін қойып, осылай есептей қоямын ғой сонда. Так, мына жерден енді калькуляторларың бар, сендердің көмекке келетін өте жақсы. Мен былай есептеуші едім. Так, мынау 1,5 болады. Мынада мынаны айтсам 0,1 ма? Қосу 4. Так, 5-те 6 ғой. 5-те 6. 5-те 6 дегенің мынаған келмейді. С-ға келеді. Д-ға келеді. Е-ге келеді. С-ға келмейді ғой. С, Д, Е. Так, жақсы. 37. 37. Синус 30 градустың жаттап алған шығарсыңдар. 2-ден 1 ғой, я? Азайтылған. Тангенс пи бөлу 4 деген 45 градус қой, я? Пи 180-ді 4-ке бөлсең 45. Ол 1-ге тең. Азайтылған 3. Тең болады. Былайша айтқанда 0,5 азайту 3 болып тұр ғой. Бұл деген минус 2,5 болу керек қой. Минус 2,5. А, Б, Е ғой деймін қателеспесем де, анда 5-те 2-ге бөлсең 2,5 ғой да. Так, и өзі минус 3,5 екен ғой. А, Б, Е. Жақсы. 38-ге келіп қалыппыз, ал жігіттер, қыздар. Арифметикалық прогрессия құрайтын 3 санның қосындысы 15-ке тең, давайте. Арифметикалық прогрессия А1, сосын А2 ғой да? Сосын
A3 тең болады нешеге? 15-ке дейді. Так. Сөйтіп 1, 4, 19 сандарды қоссаңдар, геометриялық прогрессияның алғашқы мүшелері пайда болады дейді. Сол 3 санды табыңыз. Так. Давайте, біз қолымызда тек осылар ғана тұр. Еще осылардың бәрінен есеп шығуымыз керек қазір. Мынаған 1-ді қосқанда, мынаған 4-ті қосқанда, мынаған 19-ды қосқанда, олардың несі геометриялық прогрессия құрау керек. Давайте, мен мынаны білейінші. Болды. A1 Аяқыр бар. A2-ның орнына A1 қосу D десем бола ма? Так, Нұрдәулет. Ал ағай. Келесі A3-дің орнына A1 қосу нешеді деп жазам? 2-ді. Молодец. Мына жағым A2. Так, мына жаққа 2D деп жазам. Бұл A3-ті береді. Тең 15-ке. Енді қараңдар. Мына жақта A1 біреу, екеу, үшеу болып кетті. Келсесіңдер деп ойлаймын. 3 A1 деп жазайын. Қосылған. D нешеу болып кетті? Біреу, мына жақта екеу. Қоссаңдар үшеу D. Тең 15-ке. Осы бәрі 3-ке бөлінеді ғой еще. 3-ке бөліп тастайық. A1 қосу D. Тең болады 5-ке. Я? A1 қосу D деген кімді беруші еді? A2-ні беруші еді ғой. Онда A2 тең қаншаға? 5-ке деп айталасындар. Және A2 тең 5 екенін тауып қойдық, онда мына жауапты белгілейміз. Сол 3 санның біреуі ғой. Арифметикалық прогрессия деген не еді? Бірдей сан қосыла беретін еді. Мына A1-ге бір нәрсе қосылды, сол 5-ті береді. Еще соған тағы да бір нәрсе бірдей қосылады, сол A3-ті береді деп. Енді әрі қарай не істейміз? Геометриялық прогрессия құрау үшін олардың нелері A2 бөлінген A1 және A3 бөлінген A2 бірдей болу керек. Енді бұл жағдайда геометриялық прогрессия. Енді сондай шарт орындалу үшін мен сендерге қазір қиын жолды бірінші ұсынып алайын. Так, ең соңғы санға 19 қосылды. A3-ке 19 қосылады, соны нешеге бөлу керексің? A2-ге 4 қосылғанға бөлу керексің. Тең. Не дейді? A2-ге қосылады 4, соны A1-ге қосылады 1. Осыған бөлу керексің. Қазір біз еще осы теңдеуді шығаруымыз керек та. Ол деген теңдеу жүйесі, теңдеу болады, квадрат теңдеу ары қарай шығып кете береді. Енді біз оған ұзақ уақытты не қылмау үшін, жоғалтпау үшін не істей қоямыз? Мына жақта 3 санды сұрап тұр ғой. 3 санды жауаптан іздей саламыз. Так, ортада 5 деген A2 тұр, сосын A1 және A3 тұр. Давайте біз ойлаймыз. Неше болсын? 1 болсын деп ойлайық, A1. 1-ге неше қосылды? 4. Плюс 4, онда мына жаққа да плюс 4 кету керек та. Ол неше болады? 9. 9. Енді геометриялық прогрессия бола ма, болмай ма, соны тексереміз. Сол тексерісткен кезде дұрыс шықса, онда ол не істейді? Біздің жауап дұрыс деген сөз. Так, 1-ге қосылды біріншісі. Біріншісі 1-ге тең еді, онда ол жаңадан қосылған кезде 2 болып шығады, я? Екіншісіне 4 қосылды, ол неше болып шығады? 5-ке 4-ті қоссаң 9 болып шығады. Келесі 9-ға 19-ды қоссаң 28 болып шығады. Онда 1 және 9 деп алған жауабымыз келмейді. Мынау геометриялық прогрессия болмай қалды, көрдіңдер ма? 1-ді алып тастаймыз. Логично табуға болады екен ғой. Если біз 1-ді белгілесек, 9 дегенде сан болу керек еді. 9 жоқ, онда біз не істейміз? Алып тастайды екенбіз ғой. Мәссаған, осындай да логика бар екен, да? Енді, допустим, мынаны өшіріп тастайын. Біреміз, келесі неше болсын? 2 болсын, давайте. 2-ні тексеріп көрейік. Так, 2 болсын. 5 болу үшін оған 3 қосуымыз керек, я? Онда мынағанда 3 қосамыз 8. 2 мен 8 бар ма? Бұл жол бар екен, да? Давайте, новыйын жасайық енді. 2-ге 1 қосылады, 3 шығады. 5-ке 4 қосылады, 9. 19-ға 8 қосылады, 27. Геометриялық прогрессия болып тұр мынау? 3-ке көбейіп жатыр ғой, да? Көбейту 3, көбейту 3.
Онда біз мына 8 бен нешені алдық? 2-ні алдық па? 2-ні алдық та. 8 және 2 деген жауапты осылай дұрысқа қояды екенбіз. Осы түсінікті ма? Басында әдемілеп теңдеуден бастадық та, соңына жауапқа секіріп кеттік та. Не қылмау үшін, уақыт құртпау үшін де. Келесі 39 және 40 бар дейді ғой. 39 табайық, давайте. Логарифм жақсы ғой да. Келе береді. Y-тен x азайтсаң, неше болады дейді? 1 деп жазып қоймаңдар. Неше болу керек ол? 5-тің 1 дәрежесі 5 болу керек. Келесі, мынау x қосу 1, мынау y тең 16. 5-тің x қосу 1 дәрежесі көбейтілген 2-нің y дәрежесі тең 16. Сендерге бұлай сұрақ қойайыншы, мен мына 16 деген санды 5 көбейту 2 түрінде ала аламын ба, ала алмаймын ба? Жоқ. 16 5-ке еселік емес қой. Онда біз бұдан нені байқауға болады? Мынауың 1-ге тең. 16 тек кімнің? 2-нің ғана еселігі. Дұрыс па? Сұрақ. 2-нің неше дәрежесі 16 болады? 4. 4 дәрежесі. 2-нің 4 дәрежесі тең 16. Дұрыс па? Онда мен y тең неше деп жаза аламын? 4 деп жаза аламын. Осы түсінікті ма? Y тең 4 деген жеріміз. Онда мен теңдеуге алып келіп қоям. 4 азайтылған x тең 5-ке. 4-тен бір санды азайтсаң, ол азаю керек. Бірақ 5 болып көбейіп кетті. Получается, ол x-тің не екенін білдіреді, минус екенін білдіреді. Неше шығады ол? Мынаны ажырайтып жіберсеңдер, x тең минус 1 шығады ғой, минус 1-ді. Енді осы жерде жауапты не істей қоямыз? Таба қоямыз. 3-ті x 0-ге көбейтесің. 3 көбейтілген минус 1 қосылады. Мына y-тің квадраты, 4-тің квадраты. Қанша болады? 16. 16. Мынау минус 3 қосу 16. 16-тан 3-ті азайтсаңдар 13. Ол 13 деген жауап бар ма? Так, енді қайсысын Бар. белгілейміз? Біз жартысын таптық. Тағы А бар. Төбірін астына 169 деген белгісі қалай? Дұрыс. А және Е. Басқасын белгілеп қойып жүрмеңдер де. Еще наугад белгілегенде де Болады. 3 жауапты белгілеп қойып жүрмеңдер. Ол кезде точно 0 балалап қаласыңдар. Так, жақсы. Енді соңғы есепке келіп қалыппыз. Беттің ауданы 2028 дейді. Ой, ондай не етіңіз. Шардың бетінің ауданын айтыңдаршы маған. Қалай табушы еді? Кім біледі? Нені ағай? S шардың беті. Формуласы қалай? Кім біледі? Мұнаны білмесек, есепті дальше шығара алмаймыз. 4 пик квадрат ағай. Дұрыс. 4 көбейтілген пи көбейтілген r квадрат. Квадрат. Так, 4 деген қай жерде? Осы 2028-ге тең дейді. Енді өйстіп 4 бар, пи бар, r-ді табуға болады. R-дің квадратын табу үшін сен не істейсің? 2028-ді бөлесің. Қаншаға? 4-ке, одан шыққан санды тағы да пи деген 3-ке тең ғой. Осыған бөлесің. Немесе жай ғана r-дің квадраты дегеніміз 2028-ді бөлесің 12-ге тақылды да. Бөле қойыңдар, мынаны қанша шығады? Қазір ағай. 2028-ді бөлеміз 12-ке. 169 шықты ағай. 169. Получается, r-дің квадраты 169 болса, r онда мынаған тауып кеттік қой жаңа. r тең 13. 13 ағай, 13. Так, r тең 13. Енді біз радиусты не үшін таптық? Себеп қиманың ауданын табу үшін. Қима деп тұрған жер не істеген? Мына жерді қиып алып тастаған. Допты осы бетіне қиып алып тастаған. Сол кезде қиып алып тастаған кезде, төңкерілген кезде беті қалады ғой жаңағы бүйтіп. Мына жер. Осыны
қиманың ауданы деп айтады. Қиманың беті. Қиманың ауданы табуымыз керек осы жерде. Оны табу үшін шеңбер болып тұр ғой да, дөңгелек. S қиманың ауданы тең болады P көбейтілген не? R-дің квадраты болушы еді, иә? Квадрат. Бірақ оның R-не біз 13-ті алып қоюға болмайды. Себеп біз 13 деп қазір нені тауып тұрмыз? Мына жерді тауып тұрмыз. Мынау Ортасындағы нені радиус. дұрыс. Иә. Мынау 13. Ал бізге не керек болып тұр? Керек жерді мен көкпен белгілеп қояйын. Мынау керек болып тұр да бізге. Мынау керек болып тұр. Енді осы мына 5 сантиметрді сендерге тектен тек беріп қойған жоқ. Әшейіннен әшейін берген жоқ. Осы екеуін байланыстыруымыз керек. Және мынау радиус нені еске салады? Былай тұрған зат. Былайдан қосып жіберсек Пифагордың теорема да. Ал ол сендердің міне мынандайлары. Иә. Ал бұл 13-ке тең, кәдімгі радиус. Біз осыны таптық та, радиус 13. Мына жер 5-ке тең. Енді мынау кішкентай радиус деп қояйын мынаны. Осы кішкентай радиус керек. Оны табу үшін енді Абзал жақсы көреді Пифагорды. Так. R квадрат қосылған 5-тің 12 болады квадраты ағай, 12. тең 169 да. 13-тің квадратын бірден жаза салдым. R квадрат тең болады 25 алып тастасаңдар 144 па? Табылды ғой. Иә. R тең 12. Енді S-ті таба қояйық, давайте. S-ті тапсаңдар пи деген 3 көбейтілген 12 көбейтілген 12 қанша болады? 144 көбейту 3 қанша болады? 426. 144 көбейту 3. Анау так 300 шығады, 120 шығады. Соң 2-бен біту керек қой. 432. Иә. Енді сендерге сұрақ. Осының бөлгіштерін тап деп айтыпты да. 400 қанша дедік? 32. 432 22-ке бөліне ма, бөлінбей ма? Неше ағай? 22-ге. Бөлінбей ма? Неше? 432. 432. 432 22-ге Бөлінбейді да. Анда 11 қой. Бөлінбей қалған. бөлінбейді ағай. 432 16-ға бөліне ма? 432 4 ан жақта 12 бөлінеді. Бөлінеді мынау. бөлінеді ағай, бөлінеді. 432 3-ке бөліне ма? Так, 3-ке бөлінеді. Цифрларын қоса саласың. 4 Бөлінеді ағай. Так, 14-ке походу бөлінбейді. Так, 5-ке Жоқ. бөлінбейді. 36-ға бөлінетін шығар, себебі анау 16-ға бөлініп тұр. Иә, бөлінеді ағай, бөлінеді. Аха. 36-ға бөлінетін шығар, 432 бөлінген. Себебі 3 көбейту 12. Так, міне осылай. Біз осымен мынаны аяқтадық ал. Сұрақ бар ма, жалпы? Нұрдәулет. Жоқ ағай, шығарып отыр. Так, бізде Наурыз ұбытыға кірмеген кім қалды? Мен. Абзал, сосын. Кім? Асқар. Асқар кіріп қойдым деді бірінші. Қойдым деді ма? Бірінші күні кіріп қойған қойдым, походу. Диляра 10 класс па? Жақсы. Ал жігіттер мен қазір қыздар. Мына сабақты YouTube'қа жүктеп қоямын да, сілтемесін сендерге бөлсем группаға. Мен өткен сабақты бөлісуді ұмытып кеттім ғой. Иә. Мынаны қазір бөлісіп қоямын. Ұмытқан кезде қарай қоясыңдар. Жақсы ендеше. Давайте сау болыңдар. Сау болыңыз ағай. Сау болыңыз.